Құмырсқаның қанағаты ертеде бір ғұлама өмір сүріпті. Ол ақылына сай барлық халықтың, жан-жануарлардың, өсімдіктер мен жәндіктердің тілін түгел біледі екен. Бір күні ғұлама бақ ішінде келе жатып құмырсқалардың илеуіне тап болады. Қараса, құмырсқалар жайдан-жай жүгіріп жүрген жоқ. Бәрі бірте-бірте еңбек етіп жүр екен. Сөйтіп ол бір құмырсқаны ұстап алады да, сенің белің неге жіңішке деп сұрақ қояды екен оған. Құмырсқа болса, мен құмаға емеспін деп жауап береді екен. Егер саған бидайдың бір дәнін берсем, қаншаға жеткізер едің деп сұрайды. 1 жылға жеткізер едім деп айтады екен құмырсқа. Ғұлама құмырсқаны сауытқа салып, қасына бидайдың бір дәнін салып қояды екен. Сөйтіп, 1 жыл өткен соң, сауытты алып қараса, құмырсқа бір қырынан бүк түсіп, қимылсыз жатыр екен. Ал қасында бидай дәнінің жартысы қалыпты. Әрі-берден кейін бірте-бірте мұртын, аяғын қимылдатып, құмырсқа да орнынан жайлап тұрып, ғұламаның жанына келеді екен. Ғұлама оған қарап, бір дән маған 1 жылға жетеді деп едің. Жыл өтті, ал сен дәннің жартысын ғана жетіпсің. Оның қалай деп сұрайды ғұлама. Иә, ол дәнді 1 жылда жеп бітірсем, қазір менің хәлім әлде қайда жақсы болар еді. Бірақ мен өткен жоқпын. Себебі, егер де сен мені 1 жылдан кейін босатуды ұмытып кетсең, мен сол сауытта бостан-босқа өліп қалар едім ғой дейді. Сол үшін де мен бәріне дайын болдым. Сөйтіп қана бидайдың бір дәнінің жартысын жеп қанағат еттім дейді ол. Ал ғұлама болса, құмырсқаның қанағатына таң қалып, мектеп оқушыларына бұл жағдайды айтып, қанағатты түсіндіреді екен.